салығын жеке тұлғаларда, заңды тұлғаларда төлейді. Яғни 2026 жылдан бастап көлік салығын төлеу үшін қандай өзгерістер бар? Егер сіздің көлігіңіз 10 жылдан жоғары болатын болса, 30% жеңілдік, ал егерде 20 жылдан жоғары болатын болса, 50% жеңілдікке дейін көлік салығын төлеуге болады. Егер сіздің көлігіңіздің объемы 3 литрден жоғары болатын болса, тағы да көлік салығын төлеу кезінде сізге жеңілдіктер қарастырылған. Сондай-ақ, егер сіз көлігіңіздің құны 18.000 МРП-дан асатын болса, және де оны сататын кезде көлік құнынан, сатылу құнынан 10% акциз салығын төлейтін естеріңізден шығармаңыздар. Сондай-ақ көлік салығын төлейтін кезде жеке тұлғалар бойынша көлік салығын төлеуден босатылған тізілім бар. 2026 жылдан бастап осы тізілім бойынша да өзгерістер енгізілгендігін естеріңізден шығармаңыздар.